Сәлем достар, мен сіздерге бүгін видео жасағанда қандай шрифттерді қолдануға болады, яғни өзімізге ұнаған шрифттерді қалай мобильді қосымшаға енгізуге болады, сол туралы айтатын боламын. Менің каналыма жазылып, лайк басып, подписаться етіңіздер. Ендеше кеттік. Ең бірінші біз Google-ды ашамыз. Google-ды ашқаннан кейін жазамыз Fonts Online деп жазамыз. Осындай бірнеше бет ашылады. Сол кезде шрифті онлайн деп тұр, соны басамыз. Басқаннан кейін осындай бізге информация береді. Ең соңында мына жердегі жазуымызға болады. Мысалы мен жерге природа деп жазып қояйын. Природа жазсам, енді астына жүрсек, бізге природаны бірнеше жазуын шығарып берді. Мен өзіме қалағанын таңдап аламын, өзім ұнаған жазуды таңдап аламын. Маған мына жерде мынау ұнап ең соңындағы, осыны басамын. Мына скачать шрифт деп тұр, мен соны басамын. Басқаннан кейін астында я не робот деп тұр, соған тікішке қоямыз. Енді астына скачать деп басамыз. Басқаннан кейін мына осындай түсті. Алынды, енді открыть деп басып, осыны мен қазір VN-ге қоямын. VN-ді таңдаймын да, импортировать деп басам. VN ашылды, мына менің нем түсті. Жаңа шрифтін түсті, екінші тұрған шрифтін, жаңа таңдап алған шрифтін. Енді шығып кетемін де VN мобильді қосымшасына кіремін. VN-ге кіремін. VN кіргеннен кейін ең бірінші осындай астындағы плюсті бассақ, ной проект деп шығады, басамыз. Осы жерге мен видео жасағым келіп тұр. Мына жерде ең бірінші видеоны таңдаймын. Далян басам. Енді видеомыз алынып жатыр, кішкене күтеміз. Видеома түсті. Енді мен осы жерде тегден текстен басам да жазамын. Стандартқа қоямыз. Мына жерге природа деп жазып қояйын. Ұқсас аттығыма үлкейтіп аламын. Және бүйтіп. Енді осыны өзім шрифтімді қою үшін жетіп текст басам да былай көтеремін. Ұқсас аттың көмегімен жасайын. Мына жерде текстімізді былай ұстап тұрып, былай ұқсас аттың көмегімен видеоның соңына шейін ұзартып аламын. Енді жаңа өзім шрифтіне бару үшін осыны басамда, шрифтің енді бар астында осы жерден жаңа шыққан шрифтің енгізілді. Мына Word дегеніміз жаңа мен таңдаған видео шрифт деген. Осы жерде таңдаймыз енді. Былай өзіңіз таңдай беруге болады. Бұған енді анимация қосып көрейік. Шрифтін таңдаймыз. Енді мына жерде анимация жасап көрейік. Движение деген бар. Соны қоямыз да, былай көрінетін қылып, астына рөлеп басуға болады. Немесе ортасынан жайлап келетін қылып. Немесе айналып келетін қылып. Слайд түрінде істеуге болады. Осылай ұнап тұр маған. Осы анимацияны қойып, тычканы басамыз, осылай видеоны сақтап аламыз. Достар, егер видео пайдалы болса, лайк қойып, подписаться етіп отырыңыздар. Тағы да пайдалы видеолар болады. Кездескенше.